Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін өте ерекше салат дайындайтын боламын. Формадағы балық салаты. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға мұздай су құйдым. Қайнаған мұздай су. Соның үстіне желатин салдым. Қазір осыны қасықпен араластырып, осылай қойып қоямыз 15 минутқа. Міне менің желатинім жұмсарып, уылдырық сияқты болды. Енді осыны ыстық суға салып, сұйылтып аламыз. Осылай ыстық суға қойып, ерітіп аламыз. Енді формамызды сұйық май құйып, барлық қуыстарына тегізіп майлаймыз. Менің жасаған желатинім осылай сұп-сұйық болып дайын болды. Енді мына жерде салаттың құрамына керек заттардың бәрін осылай дайындап алдым. Ыдыстарға бөлек-бөлек салып, форманың астына осылай ыдыс қойдым, қозғалмай тұру үшін. Енді жұмысымызға кірісейік. Алдымен дайын болған желатинді майонездің үстіне құямыз. Әбден араластырып аламыз. Желатиніміз қатып қалмас үшін тез жұмыс жасау керек. Біздің балығымыз әдемі болып шығу үшін астына осылай майонез жібереміз. Дайындап алған майонезімізді. Свекленнің да үстіне майонез құямыз. Қызылшамызды салып аламыз. Морковтың үстіне де осылай майонез жібереміз. Селедка балығымыз. Қалауыңыз бойынша ішіне тұздалған қияр салуыңызға болады. Енді осы селедка балықтан кейін картопымызбен осылай жабамыз бетін. Қыздар, менің оригинал рецептпен жасалған, формада салынған подшуба салатым дайын болды. Қазір енді осыны бетін пищевоймен жауып, морозильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Қыздар, міне морозильниктен дайын салатты алдым. Енді пакетін алып, осы тарелкеге орналастыратын боламын. Осылай екі жағынан жайлап тартып тұрамыз. Өзі түсе береді. Міне біздің салатымыз толып шықты. Енді жан-жағына өздеріңіз қалаған оформлениені жасай беретін боласыздар. Помидордан гүл жасаймыз. Қыздар, өте әдемі, дастарханыңыздың сәнін келтіретін, қазіргі күз мезгілінде жақсы желенетін подшуба салаты осылай дайындап, ерекше қылып дастарханыңызға қойсаңыздар, қонақтарыңыз таң қалып қарайтын болады. Бұл не деп?